Достар, бүгін бізде өз кітабымыздың ашылу салтанаты. Енді біз кітаптарға пародия саламыз. Мынау аласталған еді, соны аласталғандар деп шығарып жатыр кітап қып. Кез келген кітап дүкенінен таба аласыздар. Аласталғандар. Не істегендер? Кетіп па, жазып отырып па? Подкаст басталмай тұрып айта кетейік, біз екінші рет жазып отырмыз. Дәл осы құрамда. Біріншісін жазғанбыз, оны көріп басқа киіммен отыр еді ғой, неге басқа киім деген сияқты бір сұрақтар болып қалса айтайық. Біз жаздық, бірақ дыбыс өте нашар болды. Өте нашар дегеннің өзі комплимент ана дыбысқа. Андай дыбыс естіген жоқпын мен. Неге олай жазылғанын білмедік. Сол түсірген, дыбысты жазған балаға жүздіре соқтық. Сыртқа шығарып. Содан кейін осындай микрофондар алып келді. Дубль 2 кеттік. Баршаңызға сәлем. 9 айдан бері жоғалып кетіп не Байгайспен қайта ютубқа оралдық. Қазіргі ютубтың ханзада жумоңтары. Шүкір. Аттарын білмей жатса айтып өтейік. Жалғас, Мағжан, Бағжан. Өткенде біреу сұрап еді, Бағжан мен Мағжан ағайынды ма деп. Мен екеуін қарасайшы. Көрініп тұр ғой. Ағайын. Маған молодец бага деп жазып жүреді ғой адамдар ше. Маған Магашелби дейді. Біздің аттарымыз ғана туыс. Аттарың ғана. Не істегенбіз ғой, презентация істегенбіз ғой сендердің жаңағы кинода ойнайтын примерно образдары. Сонда жаңағы жасаған қыз Мағжанданай, Бағжанданай деп жазған. Сондай қызық болған. Сол біраз уақыттан бері келіп жатырмық. Бізде алдында мындай бір фишка болған. Аудио тыңдайтындарға елестету үшін біз қалай отырмыз примерно. Соны елестетіп сипаттап берем да. Жақында Замандасқа Қана Бейсекеевке бір зағип кісі кепті да. Соны еске алып айтып отыр, сондай фишка бар еді, күштет деп ше. Мен оны алып тастадым да, өйткені бір-екі адам хейт жазғаннан кейін мейлі деп алып тастаған ғой. Алмау керек екен. Тыңдамау керек екен. Сол негізі дұрыс бағытта келе жатқан екенбіз. Сол аудио тыңдап отқандарға сипаттап жіберейік. Бізде Бағжан үстелдің шетінде отыр, ақ футболка, қоңыр кепка киіп алған, көңілді, жасыл колготки. О жағын көріп тұрған жоқпын енді. Қалдың ғой. Елестетіп күлсеңіздер болады. Мағжан көзілдірікте күшті бір рубашка киіп алыпты. Родео ғой, не ғой? Заказбен алған рубашка. Мен Берлиннен келген, жақында келген. Бұл туралы да кейін айтсақ болады. Берлин стенасының құлағанына байланысты жасалған бір футболка. Сосын мен сол жағымда Жалғас отыр, қара футболка, үстінен джинсовка киіп алған. Жалғас арықтау келген, бидай өңді, сонда көңілді, күшті жігіт. Сол барлығын сипат алды деп ойлаймыз. Ал кеттік енді әңгімелесейік. Біз енді YouTube туралы көбірек сөйлесеміз енді. Түсінікті YouTube'тарың қалай болып жатыр десем, қалай болады екен? Өткенде жазған кезде бәрін айтып қойып ек. Өздерің айтыңдаршы, өздерің жүргізіңдерші десе. Мен қатыстырмайдаршы. Өздерің нет жіберіңдерші. Өзіміз жүргізе берейік па? Онда сіз қонақ болып сөйтіп алда жіберейік. YouTube енді бір айдай болды негізі, ештеңе шықпады уже бізде. Біз енді өзіміздің сериалымызды бастауға дайындалып жатырмық. Бұйырса бір 2-3 күнде съемкасы басталады. Пародиядан сәл енді кішкене болдық қой деймін. Енді арасында бір кішкене шығарып тұратын шығармыз. Бірақ негізі сол өзіміздің сериалымызға, одан ары қарай өзіміздің үлкен киномызға кетсек деген бір жақсы ойлар болып жатыр. Енді қашан екенін бір құдай біледі әйтеуір, бірақ сол бағытқа жұмыс істеп жатырмық қазір. Сериалдың аты қалай болады?
көшедегілер сериалдың атын енді білмейміз пока. Маған сол ана Негізі? не ұнайды, шаншар ұнайды. Кезіндегі тука болған кездер ше, мен соны кейде отырып қараймын бәрін. Топ қой, топ. Иә, сол бізде негізі сол шаншарды көретінбіз ғой бала кезде бәріміз. Содан кейін біздің кез келген выпусктың ішінде, пародияның ішінде шаншардың обязательно бір несі жүреді, бір әзілі ше. Сол жүреді, сол андай бір балалықпен, енді юмордың патологы болды ғой сол кездерде. Сондықтан өзімізге әлі күнге дейін өтетін болғандықтан өзіміз ойнатқымыз келіп жазып аламыз. Иә. Сосын шаншар туканы кино түсіреміз деп келеді ғой. Сразу күлесің ғой, білмеймін, басқаларға қайдам, маған қатты өтеді. Мен кәдімгідей ше. Оған бірінші хабарлайды ғой Жұлдызай. Тас жарады, бас жарады. Өнер адамы келеді. Топик киіп алатын. Кино қайдан басталады деп обязательно жаңағыдай екінші рет айтып тұрады ғой Жұлдызай. Сол жерлері іледі ғой негізі. Қандай кино түсіреміз? Өте күшті. Негізі сол әсер етеді дейді. Не көріп өстің, сол қатты әсер етеді. Осыған дейінгі подкасттарда айтып едік, ана Дольче Габбананың несі, дизайнері, сол мамасының бір несі болған, ательесі болған екен, соған келіп ойнап жүретін болған ғой. Соған қарама-қарсы бір бордель болған екен да. Бордель андай. Сондағы киімдерді көріп не қылған, Дольче Габбана кішкене жаңағы әлем жүрген бір кейбір не моменттер бар ғой, содан не қылған. Сосын ана Balenciaga деген бренд бар ғой, соның жаңа креативный дизайнері, соның қазіргі несі Демна Гвасалия дейтін, сол неде СССР-де өскен, Чечняда ма бір жақта өскен, сол кезде андай балахон нелерді көрген ғой, кілең гапата сондай киімдер, соны Balenciagaға алып келді ғой. Сол қайттан мода болып кетті. Жаңағы сол не көріп өсті, сол өзінің шығармашылығында не қылады да, ізі қалады да, бәрібір. Сендердің сол ютубтағы шығарылымдарында шаншардың жаңағы әзілдері болуы, сол да несі өте түсінікті нәрсе екен да. Былай қарап тұрсаң, одан сен алыс кете алмайсың, қосың деп тұрады ғой, бәрібір, иә. Бізде болады бір нәрсе. Біз жайдарман көріп өстік қой кішкентай кезде. Армандап жайдарманшы болдық. Одан кейін Wi-Fi 25 көріп өстік. Ұят көріп өстік қазір шүкір. Бага жастау енді. Ерде болған нәрселерді айтып отыр. Иә, сөйтіп көрген нәрсең кәдімгідей әсер етеді екен. Бізде әйтеуір ыңғай келсе сол Бауыржан шоуға бір-екі отсылка, бір не сияқты, бір өзіңнің міндетің сияқты ма, бір ше. Қабылдайсың да. Иә. Күшті. Шынымен енді сонымен аты қандай болады сериалдың? Әлі аты жоқ па әлде? Аты жоқ болып тұр енді. Атсыз сериал жазып тастаған. Не туралы болады? Примерно. Или болмай ма? Ой, енді ол мировой кино енді деп отырсақ. Спойлер болып кетеді. Спойлер. Сразу қызық жерінен басталатын еді да просто. Бірден ба? Бірден кімнің убийца екенін айтып қоятын ба? Ай, қоймадыңыз ба? Ауылдағы 3 бала бездельник оқуға түспеген. Кімдер ойнайды десең де сондай сұрақ қойырсың. Мағжанның рөлінде біз Данай деген жігітті көріп отырмыз. Мағжанның рөлінде Нұрғали жігіт, Жалғастың рөлінде өзім. Өзің ойнай беретін дедің ба? Сол үшеуі ауылда бездельник, сонымен ауыл ағайындары мешітке ақша жинайды ғой, енді өзіміз салайық кішкене болса да деп кішкене. Иә. Сөйтіп осы үшеуін жібереді қалаға, стройматериал алып келіңдер деп. Ой, бұл Үшеуі ақшаны жаратып тастап, ақшаны қайдан табу керек деген сериал ғой. Күшті. Ақжол. Иә. Бірақ мынадан бұрын шығарып тастауымыз мүмкін біз. Мынау шығам дегенше. Мынау бір 2-3 күнде, сендер неше күнде шығарасың? Біз уже шығарып қойдық. Көрсең болады. Көрсең болады дейді. Біздікі енді сәл бір апта шығар енді, сондай уақыт бар. Бір апта 10 күн даже. Сондай болады. Оған дейін шығамыз. Үлгіре алмай жатырмын өзім просто. Бір апта өзім түсіремін, өзім жазамын деп жүрдім. Кім режиссер? Режиссер Ақжол деген жігіт. Негізі сол жігіт. Енді осы сериалда бірақ белгісіз кім болатыны, өйткені сәл андай енді. Ақжолмен жұмыс істейміз. Ақжолдың жұмысын білеміз ғой енді. Ол да күшті жұмыс жасайды ғой, бірақ ол кісі сәл более продюсированияға кетіп қалды. Қазір кішкене анда рекламалар сөйлесіп ортада.
режиссер жігіт встречада едім сосын сондай иә сондай кісі болып кетті қазір режиссер іздеп жатырық негізі бір бар ертең съемка ертең съемка серьезно иә режиссер жоқ режиссер жоқ бірақ та операторларың бар оператор жоқ сценарий сценарийлерің бар ма сценарий жазу керек болып тұр ойда дейсің мида аты қойылған жоқ. бәрі дайын тұр негізі Ниет қана болып тұр ма сонда? бәрі дайын тұр былай енді сол кішкене тағы бір екі жерін дұрыстап жүру керек сосын болды дұрыс әдемі ақ жол тілейміз дәл осы жерде ерінбей комментарийге кіріп байгайсқа ақ жол деп ақ кептердің несін эмоджиін қалдыра салыңыздаршы жігіттерге сәттілік тілейміз өте күшті дүние шығады деп сенемін мен сендерді жиі көріп тұрамын жібермей бәрін көріп тұрамын ерекше жырт жүрген жерлерде бар ше мысалы анау брат Сани мен Сахна мә топ қой анау ренжіп қала беретін адамдар болады ғой ана не дейді находка дейді ғой КВН сондай ғой находка попадание ғой сондай адамдар болады анау кәдімгідей ренжіп қалады еще боқтап сөйлейді ғой ол бізде сондай енді мысалы қай жерде қалай болу керек біз негізі андай просто идеясын өстіп құрып аламыз ішімізде бірақ негізі полный теріп кәдімгі полный жазып беретін жалғас басында кішкене көмектесетін біз осы жерде айтайықшы басында көмектесетінбіз да сәл андай че там сценарий қалай болып жатыр деп бір екі бүйтіп жүрсекші деп ше уже қазір андай жас сен өзің ұрып тастайсың ғой үйде дейтін нәрселер басталып кетті шаршап отырмын молодец бірақ бірдей ақша аламыз рахмет бірдей ақша Осыған бір кішкене артық беріп қою керек еді. осы жерде ақылдасып иә сондай жалпы ал бір айтып қояйын деген ғой жалғастың да енді жалғас сценарий жазып жүрді ғой енді иә да иә енді бага сенің бір оқиғаңды тыңдайық сені депрессиядан шығарған байгайс дейді осы жоба сені депрессиядан шығарған екен сен кішкене сәл сағыңсынып жаңағы бір базарда газель айдап жүрген жеріңнен байгайсқа кіріп кетіп газель сатып жіберіп Базарды тастап киімдерін байгайсты тастап не істеп жүрсің сен байгайсқа киімдерімді сол жерде өртеп тырнақтарын бәрін шашына алып бір жуынып хлормен жуынып байгайсқа келдім. қалай болды Қалай болды енді депрессия ма ол кәдімгідей депрессия дейтіндей бір андай үлкен тақырып қылып алатын нәрсе емес бір параграф қылса болады. қанша уақыт енді сәл бір түңіліп кішкене иә түңілу ғой сол иә өзіңнің қатарыңның бәрі мына жақта КВН-ді жыртып жүр лицолар шығып жатыр түсіріп жатыр көрсетіп жатыр содан сондай кезде кішкене мазалап қояды ғой неге мен де солар сияқты адаммын иә солар істеген мен де істей аламын бірақ мен неге олардың жанында жоқпын деген ой мазалап қоятын өзіңді өзің жей бастадың ғой іштей иә біз всегда андай болады ғой бірақ әйтеуір КВН ойнап жүргенімізбен всегда жиналатынбыз осы үшеуміз тағы бір жайдарманда үлкен ағаларымыз бар в основном осы үшеуміз жиналатынбыз сол кезде әрқайсымыз әр жақта жұмыс істеп жүретінбіз ғой негізі баган сол кезден бір былай естисің да мән бермейсің ғой енді по-любому енді әркім бір тірлік істеп жүргеннен кейін ортақ тірлік болмағаннан кейін сол кезде бірақ всегда айтатынбыз бірдеңе істейік ана просто бүйтіп жүрген әңгіме болған жоқ аяқ асты тарс етіп ше бір даже жайдарман басталғаннан бастап айтып жатқан нәрсе ғой бұл карьерамызды бүйтіп бастап тұрсынбектің монологы ғой бір нәрсе істеу керек иә бір нәрсе істеу керек деп айтып жүре беретінбіз ғой содан кейін кәдімгідей шынымен басталып кетті енді басында просто екі серия ма багасыз түсіріліп қалды да өйткені андай бір пробасы ғой енді біріншісінде даже өзім басқа балалармен шығардым одан кейін жалғасты шақырып сөйтіп атып кетті да содан кейін үшінші сериясында келіп бага қосылды негізі кеш келген негізі сол өйткені андай бастамасын просто біз бастап қою керек болдық та содан кейін бәкеңді шақырдық дальше айта беріңіз
жалпы айтып отқан ғой. сонымен осы жерде миллиондар отырып басталды дейсің ғой. иә, Миллион просмотрлар. миллион сонда болды басынан бастап айтайын ба деп отырмын да, ұзақ болып кетпей ма деп Жоқ, отырмын жоқ. Ешқайда асығып отқан жоқпын. Ертең арғы күні демаламын. Бізде съемка десе. сағат қанша болды? Каникул ғой қазір, айта бер. Енді қанша жыл КВН-ге 6 жыл 7 жыл арнап жібердік қой. Ол уақыт негізі біздің білім алатын уақыт еді. Білім алатын ізденіп әркім өз жолын сол студент кезден тауып жатады ғой. Біреу бизнесмен болатын нақтылап қояды, анау бірдеңесін мұғалім болатын ғылыми жобасын дайындап жүреді, магистратурасына. Біреу тендерді ыңғайластырып қояды. Иә, бәрі біреу фотограф болып соны ашуды ойланып жүреді. Иә. Сол кезде біз өмірімізді КВН-ге арнап қойыппыз да. КВН-ге арнап университет бітіргеннен кейін абдырап қалдық, не істейміз деп. Мен өзім сөйтіп қалдым да. Сонымен тағы Алматыда жүре тұру керек болып жұмыс істеп, сол кезде таксовать еткен кезім. И сценарий жазатын, керек синема деген жерде. Бастық боламын, япырай, Ерлан Қасымжанұлында. Сол кезде сценарий жазып жүрдім, оның да ақшасы жетпей кетті. Сонымен Қанша төлейтін құпия болмаса серияға? ол кезде бір скетчке 12 мың алдық қой деймін. Андай скетчтер бар, 4 япырай ғой. Иә. Япырай. 4 образ болады. Соған әр скетчке 4 минуттық па 5 минуттық, соған 12 мың теңге алатынбыз. Нормально. Сол жұмыс жасап жүрдік, ол енді кішкене жетпей кетті по-любому. Ол проекттің ақшасы бөлініп жұмаланып сондай болып кетеді. Сол кезде енді үйдегілерден де оқып отырдым ғой деген бүйтіп андай нәрселер басталды да. Не істеп жатсың? Бізге ақша керек емес, просто сен болашағыңды уайымдап отырық, не істеп жатсың дейді. Уайымдайды ғой енді. Адам болып кете аласың ба, ары қарай мына жұмысыңмен деген нәрселер болды. Сол кезде как раз сол кезде КВН-нен де осы Алматыда полуфиналдан ұшып кеткенбіз, А-лига деген болған Жайдарман. Сол кезде ұшып кетіп, сол жерде сынып, ана жақта әке-шешенің сөзі бар. Содан кейін бәрін бірден тастадым да, хотя бы жүрсем де ақша табайыншы, жұмысым ана жақ шығармашылығым жүрмесе де ақша табайыншы деп. Сол базарға братаным бар еді. Сол братаның жанына барып шәрт етіп, біраз солай істеп жүрдім негізі. Газель айтадым. Газеліңді Стройматериал тасың ба? Стройматериал. Неге интернетке сап қойып, өзім аналардан алып сататын ғой. Интернетке клиент маған звондайды. И мен өзімде доставка бар деп айтам да. Магазин сияқты сөйлесесің да. Сізге қанша штук қойшы. Солай істеп жүріп, Бау кеспе болған екенсің осы. сонымен кешкісін бір жұмыс болсын деп жарық ивент деген не ашып алдық. Как раз газель болып тұр. Техниканы соны кешкісін досым екеуміз соған шығатынбыз. Не істейді? Группаласымыз. Не ол? Предложение руки сердце. Мен сен стористерінен көрдім, сонда әлде бар ғой деймін ол, иә? Әлде бар. Соны досымыз екеуміз істейтінбіз. Сонымен оны аяқ асты осылай байға жиналып қалдық. Соны бәрін тастадым ғой. Жұмыс кішкене ғана, енді басында 3-4 серия жаймен келіп жүрдік. Суббота күні кешке жиналып, воскресенье түсіріп тастайтынбыз. Кейін уже жай жиілеп кетті да, сериялар жиылып, жиналуымыз былай. Ана жақтың жұмысы қап бара жатты. Сөйтіп мына жақтың табысы ана жақпен бірдей болғанын білген кезде уже ана бірден тастадым. Сен Байгайс миллион просмотр жинап жүргенде газельмен жүрдің бе сол кезде? Иә, жүрдім. Тани бастады ғой сол. Тани бастағанда бір заказымды апарып берген. Сөйтіп несіне де апарып кіргізіп бере салуына да келіскен ғой. Сөйтіп онда кішкене краскілер бірдеңелер. Соны кіргізіп беріп жатқан кезде ана жұмысшылар күтіп тұр да, суретке түсіп алайық деп ше. Сол күні тастап бәрін тастап келдім. Шүкір қазір. Сөйтіп кеттің, иә. Сол бір 2 жыл 1,5 жылдың ішіндегі моментте сондай уайымдап қалған кезім бар. Не болады екен деп. Багадан біз қарыз сұрайтынбыз. Ақшасы көп қой бұның жай. Бізде енді кейде болады, кейде болмайды, андай бір үйтіп бір постоянно жұмыс істеу, бірдеңені істеу деген мен лично ойламағам өзім. В основном болмайды ғой. Иә, бірдеңе ашайын ау, бірдеңе ойланайын ау деген нәрсе ше. КВНшіксің, всегда әйтеуір қай жерде КВН бар, сол жердесің ғой. Алматыда ойын әкім көп бірдеңе барып жүрдік қой сөйтіп. Оқу бітті бізде де, бірақ сөйтіп жүреміз де, бірақ Багадан всегда кездесіп тұрамыз иногда. Ақша сұраймыз қарызға ше.
бұда ақша бітпейді, короче, білемін да. Ақша сұрайсың, бере салады. И одан кейін сұрамайды, короче, өзі ше. Андай бір 2 айдан кейін уже жазады ғой. бір ай дейікші енді, 1 айдан кейін. Маған қалайсыңдар деп ше. Ада уақытын айтпай ала беретінбіз ғой бұдан. Рахмет саған сол үшін. Кейін наурызбай гостиницаның сол басында сол кішкене ақшалы аздау болып қалған тапқан кезіміз. Рекламанда бүйтіп. Бірақ сол кездің өзінде бір ана жұмыстың бәрін қойып, ол іште по-любому творчествоң болса, если любой адам біз үлкен бір нәрсені қопарып тастаған жоқпыз ғой. Біз жалпы енді әйтеуір өзіміздің бір қалағанымызды кішкене істеп жетіп көрдік та осы салада болсын, бірдеңеде болсын. Соғыл нәрсеге ауыстырғаны жақсы ғой деп айтып жатырмын да. Ішінде творчествосы бар адам всегда по-любому не келсе де ол жүрегіндегісін істемей қоймайтын сияқты, мне кажется. Сол базарда жүрген кезінде ойланатын да. Мына жақпен ойлансаң, КВН ойнап кеткен жағыңмен ойлансаң, түбіне жете аласың да. Сол продюсер. Сол базарда жүрген кезінде 2 жыл жұмыс істесем де, бопты бұны дамытайын, мына жерден точка ашайын, мынандай болады. Ары қарай кім болам деген миыма кірмей қойды ештеңе. Сонда мен кім болам, андай соңғы түбі базардың бастығы ма деген сияқты бірдеңе ештеңе жоқ қой, короче. Ал мына КВН жақ таңдасам ойлана аламын. Түбі тұр. Сөйтсең адамның ішінде түбінде кішкене болса да үміт қалса да ол жібермейді екен ғой, по-любому. Басқа жұмысқа қолың тартпай тұрады. 1% үміт болса да жетеді дейсің ғой, әрі қарай кетуге. Ақша тапсаң да, мына жақпен одан азырақ тапсаң да, мына жақпен тапқың келеді да. Тәттірек па мына жақтың наны? Тәттірек па? Таза жүресің. Шаң болып кеттім ғой бір жылдары. Жалғыз сен дейші? Менде ма, депрессия ма? Депрессия ма, иә. Айтпасыңдаршы, бәрімізде болды ғой сонда. Соны айтсаңдар. Менде де депрессия болған 2018 жылы. Жаңағыдай жайдарман ойнап жүріп, жайдарманда да онша жетіспей, оқуда вообще оқымаған мен негізі. Үйдегі әке-шешем кәдімгідей Алматыға түсем дегеннен кейін Алматыға түссең болды деп жалғыз бір сиырды сатып 2014-те ол кезде 340 мың теңге оқу. Солмен оқуға түсірген. Ол кезде оқуды, короче, 4 бөліп төлейсің ғой. Иә. Бір сиыр сат, біріншісін төлеп, потом көреміз деп. Сөйтіп оқуға түсірген ғой мен. Қайда түстің? Атуға. Атуды бітірдің, иә? Атуды бітірдім, иә. И вообще жұмыс істемеген мен. Студент кезімде ше. Жайдарманшы болсақ екен, актер болсақ екен деп армандап, сонымен 2018-де мен оқуды бітірдім как раз. Сол кезде мен жайдарманнан қыздардың командасын құрып, олар қыздар жетістікке жеткішкен, сонымен сәлем социал медиамен біз не жасадық? Скетч шоу. Сол кезде үлкен компания. ЧЗХ. Бірден үлкен компания и үлкен продакшн түсірді оны. Қуаныш Бейсеков түсірді. Енді мен резко андай үлкен неге түсіп кеттім. Мен ойлап қалдым, болды, значит, осылай кетеді дальше. Ол біткеннен кейін команда да тарап кетті, жаңа проект те бітті, ешқандай болды, уже сценарий да жоқ, ештеңе жоқ. Вот сол кезде депрессия басталды. И ол депрессия где-то 2 жылға ма созылып кетті. Дым жоқ, жұмыс жоқ. Сондай творчестволық бір нәрселер істегім келеді, но келіспей жатыр, жабыспайды. Оказывается, ол кезде білім де болмаған екен, көп нәрсені білмеген екен. Вот содан кейін өз-өзімді депрессияға түсіре бергенмін. Негізі адам өз-өзін депрессияға түсіреді екен. Оны депрессияны зерттедім мен жігіттер. Депрессия дегеніміз, оказывается, жалқаулықтан басталады екен. Жаңа жұмыс жүрмейді ғой. Жұмыс жүрмейді, сөйтіп адам істемей қойшы болады. Бір нәрсемен айналысамыз ғой біз. Сосын ол кішкене жүрмей қалса, біз өз-өзімізді тығырыққа тіреп аламыз. Анау жүрмей жатыр дейміз да, бүйтіп осындай бөлмеде отырып қаламыз да. Сосын чисто сол бір точканы ғана қарап отырамыз да, оказывается, басқа жағынан қарасақ депрессиядан шығып кетуге возможностьтар көп болады. Біз бір-ақ точкаға тіреліп қаламыз, анау болмай жатыр деп. И адам жалқауланған сайын көрмейсің ғой. Иә. Бір точканы ғана көріп, одан кейін адам жалқаулана береді екен да, жалқаулығына өз жынданып, мен түк істемей жатырмын деп, одан сайын депрессияға түседі екен. Оның бір аты бар өзінің термині. Соны өткенде түсіндім.
сөйтіп өзі жалқаулық екен, оказывается, депрессия деген мынау болмай жатыр деп бір точкаға ғана қарап қалу. Біздің өзіміздің халық депрессияға көп түскіш халық сияқтымыз негізі, қазақтар именно. Әндеріміз тыңдасаң Әндер біз көп салыстырамыз ғой негізінде. Көршімен салыстырамыз, ана жетістікке жетіп кеткен адаммен салыстырамыз. Аналар забор салып жатыр, біз неғып салмай жатырмыз деп адам просто депрессияға түсе береміз ғой біз өзіміз. Неғып үйленбей жатсың, ел жұрттан ұят болды ғой, 30-ға келіп жатсың. Сосын біздің вообще қазақтардың, мен жалпы өзімнің ойымда біз андай рамкаға қатты келіп қалған сияқтымыз қазақ вообще. Үй алуымыз керек обязательно, машина алу керек, үйлену керек. Вот осындай бір определенный бір мақсат сондай қысып тастағанбыз да өз миымызға. Уже 27-ге келіп жатсақ, үйім жоқ, машинам жоқ, үйленбедім деп депрессияға тағы бір түсіп аламыз ғой. Менде қазір сондай период болып жүр еще. Қазір түн бірінші орында сол тұрады ғой, үйді не істемей деген үлкен проблема. Анда-санда бір ойлап қоясың да. Жоқ, негізі бірақ ол дұрыс ой ғой, по-любому рамка басқа. Енді сразу былай қарап тұрсаң, ер жігіт болғаннан кейін ол сонда депрессия емес, бір уайым дейікші. Уайымдап, иногда соны уайымдап, сосын қайттан әрекет етуді уже ойлау керек сияқты да. И потому что андай енді үй болмаса сәл не болады ғой, по-любому қиын болып қалады. Басқа нәрсені ойла, шетелді ойла, бар басқа нәрселер істе, бірақ по-любому бірінші бір кішкене баспанаңды ойлау керек. Өйткені неге қазір қоғамда, қазір біздің өзіміздің ішімізде даже үйдің бағасы кетіп жатыр ғой. Сіз қарайсыз ба, үйіңіз бар ғой негізі сіздің де? Жоқ, үй жоқ. Менде сол үйсіз жоқ. Қазір бағасы ұшып жатыр да. Сол моментке үлгіре алмай жатырық қой біз. Бағамен бірге жүре алмай жатырық ше. Аманжанның сондай биті бар ғой стендапта. Мен енді парод жасам, парод өсіп кетеді. Тура сондай әңгіме ғой. Содан кейін ғой сол уайымға кішкене иногда ол да салып қоятын ше. Мысалға қазір 20 миллионға үй мысалы табу даже қиын сияқты. Өзің даже сен Алматыдан. Алматыда болғанда енді Астана енді кішкене сәл басқаша жұмыс істейтіндердің қаласы сияқты. Костюм шалбардағы адамдар. Маған сол елестейді. Біз ана жайдарман ойнап жүрген кезде, Астанаға барған кезде де адамдар суық көрінеді. Сәл бір бастап берсең ары қарай әкете береді екен. Сондай нәрсе ғой. Спорт негізі. Спорт. Жоқ, баспананы уайымдау ол нормальный нәрсе сияқты. Менде мынандай нәрсе. Мен осы күнге дейін Алматыны өзіме бөтен қала санаймын да. Бірақ осында жүргеніме өткенде есепте қанша 18 жылдай өтті. Алматыға біреудің өмірі ғой ол. Кәмелеттік жасқа дейін. Әлі маған бөтен, мен әлі қонақта тұрамын да осы қалада. Менің туған жерім Қызылорда. Мен Қызылордаға барам, ол жақта да қонақпын да. Өйткені енді егер осында көшіп келгеннен кейін ол жаққа вообще бармай кеттім ғой. Не бар деп айтты, туысқандар бар. Мен қатты туысқандарға бір жақын емеспін ше. Бір араласып тұрып, бір қалайсың әрі деп звондайтындар ғой. Таң воскресенье 11-де звондап тұрамын да ше. Менің туған ағам сондай бәрін жағдайын сұрайды. Мен мүлдем ондай емеспін. И сөйтіп ойланып мынандай ой келді да, мүмкін мен осы жерден баспана алсам, осы жер менің үйім сияқты болып қалатын шығар. Мен қатты нетпеймін оған. Мен алдында соны уайымдап жүрдім да, кейін мындай бір адамдарды көрдім, жақын араласатын адамдар қазір үй алады, бірақ алмайды, керек емес дейді. Керек емес дейді. Одан да ақша тұрсын дейді, өйткені мына жақта соғыс болып жатыр, ертең не болатыны белгісіз, как будто Россия уже бізге қатысындай бір пропагандалық жұмысты кезінде қалай бастады, Украинаға қарсы пропаганданың машинасын сол кезде от алдырды ғой, сондай басталып жатқан сияқты. Менің балаларым бар, я не могу рисковать дейді, постоянно ақша тұру керек, кэш тұру керек, любой момент бірінші рейспен бір безопасный жерге балалшаны апарып тастау керекпін дейді да. Сондай бір оймен өмір сүріп жүр. Оны да ойлап қоймын, мәңгі де дұрыс деп бір жағынан. Ол бай адам ғой онда. Ол бай адам ғой. Мен үйленбей жүргенімде себебі сол негізінде үй ғой. Қыз түсінбейді ма или нормально қарай ма? Жоқ, мен өзім просто мен үйленіп ертең мен жалғыз балам ғой үйде.
әке шешем таразда. Енді мен ойым енді Алматыда әке шешем көшіріп осында қалып тұруда. Сосын енді мен бүйтіп ойлаймын, қазір үйленіп таразға келін түсіріп, сосын жұмыс қой деп қайтадан үйленіп кетіп қалсам Алматыға. келінді алып. Сосын өлі анау не болды деген ойда. Ал енді үйленіп таразда қалып кеткім келмейді. Вот сол үшін жүрмін да қазір екі ортада. Сондықтан да үй беріңіздерші маған. Ана отбасы банк деген нелерді көрмедіңдер ма? Көрдік қой. Бола ма екен негізі? Мен просто жер үй алғым келеді. Благоустройка өзімде қатты не істей алмаймын, сыймай кетіп. Мен әке шешем енді вообще ауылда тұрып қалған кісілер, олар вообще қиналып қалады. Артына огородымен жайлау керек қой. Деп өзің шығып байкымен қысқа шорт киіп су шашып бүйтіп. Қысқа шорты күйін Мынандай шлепка киіп ше. Бага сен қандай үй алғың келді? Осындай арман айтасың. Мен де жер үйге қызығамын. Содан кейін де шығып, білмеймін, андай отбасы банк дегендерге вообще басымды ауыртпаймын ше. Олар жер үй қарастырмай ма? Олардың суммасы қарастыра береді. жетпейді ау, 50-50 ма сразу сонда. Мен миымда, короче, шетінен бастау ғой, өз ақшаммен. Фундамент бір құйып қойып, бірінші жер алады екенсің ғой, бірінші жер алып қойып. Бірінші ақша жинайсың. Ақша жинап, Бірінші жұмыс істейсің. мына жерден шайық бірінші. оның да бір қызығы бар негізі, Иә, мен жер үйде тұрғанды ұнатамын, мен шынымен де жалғас сияқты мен де тұра алмаймын андай үйде. Өзім кәдімгі итіңнің қорасы болмаса, баняң болмаса, навесің болмаса, помидореге. Өткенде бір қызық болды. Бір түсірілім болыватыр. Мына жерде бір топ орысша сөйлейтін қазақтар тұр, мына жерде бір топ қазақша сөйлейтін қазақтар тұр да, сөйтіп бәріміз темекі шегіп тұрық. Сөйтіп мен аналардың әңгімесін тыңдасам, ну, в составе рыбу, знаешь, есть бір нәрсе деп сондай әңгіме айтып жатыр да. Сөйтіп мына жаққа қарасам, жоқ, қай жақта, рахат жақта деп тұр ма, ана жерді қанша деп тұр екен, үй салып алу керек ол жерге. Үй салу ғой мына жақтың әңгімесі. Жастары бірдейше бүйтіп қарап, мә деймін да, сонда ол ұлтқа байланысты емес, біз қазақтар үй салған жақсы көреміз дейтін тек ұлтқа емес тілге де байланысты ау деп. Сол тіл деген ол ортаны қалыптастырады ғой. Олардың ортасы қалада этаж үйде тұра береді, нормально деген сияқты. Біз ауылда өскен балалар, бізге кішкене жер үй керек сияқты, ит асырап ше андай. Ол соның күркесін салып бір андай Дәу үй болу керек ол ше. Да, 15-те 15 қой. Потолок 3 метр. Сондай ғой. Обязательно залда стол тұрады. Орын алып ше. сосын андай салып аққанда кішкентай сияқты көріне береді да ше бәрі ше. Жоқ, сәл бітейік деп сен планыңды сызасың, иә дейсің, 9-да 9 қыламыз дейсің да, сосын 25-те 17 қыласың, ананы ше ақыр соңында өйткені андай бізде де болды, үй салдық қой, сол кезде фундамент құйып жатқан кезде, мына тар болып қалады, тар болып қалады деп ше көзін тоймайды. Кішкене енді біз құрылысшы емеспіз ғой енді, біз реально түсінбейміз да. Бізге тар сияқты кеңейтіп сосын жеткізе алмай үй біткеннен келесі жылы алдына бірдеңе саласың ғой. Аяқ киім шешетін жер керек. Сондай жақсы жер үй деген әдемі. Сыламайды бұл жақта, сыламай біраз тұрады ғой жаңа үйде. Сырты тұра береді ғой. Қаптамай ше, Құмсуақпен тұра береді, әдемі ба? Налогқа қатысы жоқ болдың ешқандай. Египетте болдым. Үй жоқ, бірақ Египетке барып қайтқан дейсің. Короче, андай үйлердің крышалары жоқ та, шатыры жоқ та, ашық та. Қалай ойлаймын, бәрі келе жатыр. Бірден неге түстік, шармашекке. Сонда келе жатыр, бүйтіп қарап келе жатырмын, бәрі сондай. Сөйтіп андай сұрай қойын десем, гид те жоқ ана жерде ше. Сөйтіп келе жатыр, менімен бірге келе жатқандар бәрі өзім сияқтылар, жаңа түскендер ше. Сөйтіп 4-5 күннен кейін бір тур алғаннан кейін бір гидтан сұрадым, неге бұлай деп ше. Сөйтсе крыша жабылса налог төлейді екен. Жабылды деген құрылыс бітті дегенді білдіреді да. Ашық болса бітпеген, сен салық төлемейсің де. Сондай қылыптар екен. Сендерде де сондай емес пе? Сыртын
активныйсыңдар, сыламайсыңдар, кірпішпен тұра ма қалай? Жоқ, Сен қай жақтансың? Шымкент Түлкібас. Түлкібас. Жоқ, мен анда бір өтіп кете салатын әңгіме бұл негізі. Тоқталмай ақ қояйық десе оған. Естеріңде ма Болды. Мен Маганың депрессиясына бірінші депрессия болғанда енді вообще Маганы не мазалайды? мені негізі особо ештеңе мазаламайды десең. Жоқ, менде жалпы депрессия бірдеңе дейтін қай? Бейғаммын. Андай депрессия дейтін болмайды, өйткені менде оған уақыт болмады. Мен жатақханада тұрған жоқпын. Мен келдім, әпкелеріммен квартираға тұрдым, сөйттім, сразу бірінші курсымды бітіріп жұмыс істеп кеттім. KFC-да жұмыс істегенмін. Ұзақ уақыт жұмыс істедім, бірақ мен андай адаммын да, мен мамам мұғалім болған, мамам жақ полный мұғалім кісілерде. Ағасы әкім болған, короче. Сондайға мен дайындаған ғой мұғалім болуға. Соны берген. Мен каким-то мен істеген университеттен мұғалім болып емес, бірақ кейде колледжде жүрген сабақ өте саласың, сондай нәрселер ғой. Мұғалім бір жаққа барып келейін дей салады ғой. Сол кезде орнына кіре саласың. Сондай нәрселер. И уақыт болмады, жұмыс істей бердім, короче, мен. Жұмыс істей бердім, үйтім, сабақты андай бәрін алып жүруге тырысатын. И жұмысқа кірген кезімде андай бір қатты уайымдап қалған. Мен алғашқы жұмысым, давай серьезно қарайын. Гоголя, Пушкинада осы жерде істеймін. 2 айдан кейін мен вообще андай несіз, ешқандай ошибка жібермеймін. Четкий жұмысымды істеймін, кететін уақытта кетемін, короче. Маған ешкім претензиясы жоқ, короче. Сондай болу керекпін да мен. И бір менеджер менің үстіме заявление жазып жіберді, короче, что дұрыс емес жұмыс істеді, типа бірдеңе деген сияқты ше. Бекерден бекер маған жазып жіберді, короче. И содан мен уайымдаймын ғой, короче, андай. Сол моментте ше, неге мен вроде нормально жұмыс істеймін, мен не үшін бекерден бекер алым керек дейтін нәрсе. Сол миымда қалыптасып кеткен да сондай нәрсе мен. Баяғыда сөйтіп жүріп қалған, мен неге ровно істесем, по-любому дұрыс емес болу керек дейтін. И қазір де сондай сөйтіп ашуланып қоя беремін да, короче. Мен бірдеңе бастап бірдеңе болса, сәл дұрыс емес болып қалса, неге мен бәрін ровно істеп жатырмын ғой дейтін нәрсе миымда сәл кішкене қалыптасып қалған да. Сондай депрессия дейтін нәрсе вообще болмады. Сол бір моментте бір и то бір жұмысқа кірген кезде ғана нәрсе. Одан кейін жұмыс чисто. Осы Байгайсқа дейін осы Алматы қаласында жүрген мен мысалы 10 жыл болды ма, соның 9 жылын демей ақ қояйын, бір 8 жылын чисто жұмысқа арнаған. Жұмыс істей бергенмін әр жерде. Сөйтіп Байгайсты ашылды, өсті жігіттермен енді ғой, міне өзімізге керегін тапқанымыз ше. KFC-де сенің пісірдің ба? Мен не істеймін ғой, крылышки жарты етемін, пеште кәдімгідей ше, сік істеймін. Рецептін білесің ба? Рецепті болмайтын оның, бүйтіп бірден ұнға қосатын бірден әкеп бере салады, короче. Енді өздерің оның сыртына жазып қояды, оқымайсың ғой сол. Сөйтіп тік істейді, үйрететіндер үйретіп қояды басында. Сөйтіп, бірақ мен жақсы көретінмін, мен по-любому бір андай ғой, таза істейсің да, таза істелу керек ішінде стандарты, жаңағы перчаткасы бар, басқа бүйткен кейбір донеркаларға мысалы барасың, қолмен ұрып атады ғой. Көп жерде байқап қаласың ғой енді. А ода ондай тамаққа бүйтіп қолын батырып бере салады. Ас болсын. Қағанатта андай жан-жағы бүйтіп атады ғой. Иә. Сондай нәрселер. Мага мен айтпақшы, KFC-ға кіргізген баяғыда. Жортады ше, негізі ол KFC просто әшейін бір жұмысқа айтсам, мен жұмыстан бір аралықта шығып кеттім, Есентай молда соңғы рет істеймін да. Сөйтемін де мен жұмысшы жүріп қалдым, уже мен жұмысшы жүрсем біліп тұрмын, уже бүйтіп кететінімді ше, жұмыс жоқ, не істеймін дейтін нәрсені білдім да. Есентайда сол кезде кинопаркте істейтіндермен танысатын, кассада отыратындар бар, жаңағы соларға иногда келгенде пепсині артық бере жүре саламын, типа, от души деп ше. Сөйтіп араласып кеткенбіз осы уақытта. Сөйтіп мен сол жаққа кассаға жұмысқа кіріп аламын, короче. Кинопаркқа? Иә, бірінші күні неге барамын? Иә, кинопарк, Есентайда кинопарк. Иә, сөйтеді жалғас, что там, KFC-ға жұмысқа кіріш деймін. Мен сені кіргізем, сөйлесем директормен, нормально жұмыс істепса, енді болатса көтеріліп кетесің. Пока что енді выживать ету керек қой, по-любому қалада үшін бекер. Сен кассада отырсың жақта? Мен неде Есентайдың кинопаркте кассада, но стажировкада KFC-да жүр, короче. Мен бірақ иногда бір өттен дала шығатындай болып, жала шаққа барып көріп кетем. Енді бара бермейсің ғой, енді арасы ұзақ қой. Ертесі күні соны бірдеңе болды, короче, маған звондайды. Директор сен мен жұмысқа кіргізген. Жалғасқа айтады да. Мен айтамын, білмеймін жұмысқа кірген. Жоқ, 2 күн болды, короче, жоқ, бірдеңе. Біраз уақыт өтіп қалғаннан кейін ғой. Сөйтіп жалғасқа жүрмей қаяқтасың десем, тараздамын. Кетіп қалған ғой. Вообще ешкім ештеңе айтпай жүр.
істедім ғой бір күн. Сосын документ жина, осындай деді да енді. Медстраховка бір нәрсе бар. Оған примерно бір анаусына 4000 теңге бересің, ары бір 7000 теңге керек болды негізі. Мен 7000 теңге жоқ ғой. Қойшы деп қайтып кеттім. жоқ хотя бір ауыз айтпай кеттің иә бірақ. Менен сұрайды ғой, мен ұятты оқып қалған жерде сәл. Мағжан мен көп жұмысқа кіргізген. Тағы қандай жұмыс? Колледжге кіргізген. Колледжден шығып кеттім. Колледжде жұмыс істейді. Мен бір жыл мен жыртатыны бұл маған бір жұмыс істеу керек еді дейді, короче. Өзі іздей ма іздемей ма мен білмеймін ше. Мен болды деймін, короче. Тез табу табам, короче, бірдеңе істеп ше. Мен колледжде жұмыс істеп жүрмін. Тек дейтін атудың колледжі бар. Мен кейін бір жыл сол жақта жұмыс істеп атуға ауысып кеттім жұмысқа. Жалғас текке колледжге, получается, біздің медет кірейін деп жатыр ғой, негізі медет жаңабай. Ол кезде сәл енді андай жай блогер, бірақ уже кетіп баратқан, ол да жұмыс істегісі келіп кетті ма, медет түсінбедім мен, короче, кірем деп бірдеңе деп. Сөйтіп мынау кірем дейді Жалғас. Енді мен ол жақта бір жыл әйтеуір абыроймен жұмыс істеп кеттім да. Айттым, Жалғас деген мен досым бар осындай. КВНщик бар, осы жақтан КВН көтереді, командалар шығарады, осындай деп. Енді сеніп тұрмын, мен бір істейді ғой деп тұрмын да. Болды, келсін деді. Жыртық жинсиме киіп алып жұмысқа. Жастар кеңесінің төрағасы ғой деп отыр. Қатты күлемін осы. Обедке бірге шығады, өйткені бізде Ғани атуда жұмыс істейді. Біздің Ғани. Мен атуда жұмыс істеймін. Артында колледжде Жалғас істейді. Тағы бір бізде сол медиа, ату медиа бірдеңе дейтін маркетолог па, сондай бірдеңе болып, Ақжол істеді біздің қазір продюсер. Сол, получается, бір ату құрамасы бір жерде жұмыс істейміз ғой, КВН ойнағанбыз, сол атуда қақ кеткенбіз ғой. 2 айдан жұмыстан шығып кетті ғой. Вообще, не болды? Төбелесіп десек. Бұл кісі қатты. Ұнамады ма? Ұнамады. Ішің пісіп кетті ма? Иә. 2 ай істеп мен вообще жұмыс істеген жоқпын, оның ішінде ше. Тупо азанда 8-де барамын да, кешкі 5-ке дейін жүремін ішінде. Есімде бір-ақ рет жұмыс істеген. Кестені PDF, документ просто соны алып бит неге ілу ғой. Сол бір-ақ рет істедім сол. Болды, басқа ештеңе істеген жоқ, просто реально ішім пісіп кетті ол жерде. 2 ай азанда барып кешкісін шығып кетіп жүрдім. Негізі ондай жұмыстар көп. Иә, көп екен оказывается. Кабинеттерде ондай отыратын. Отырып бересің. Менде бір өте ыңғайсыз бір жұмыс болған. Есіме түсіп кетті. Былай болады. Мектеп бітірген кез жұмыс керек болды. Сондай болды. Уақыт өтіп кетті. Қыркүйек басталып кетті. Оқуға түсетіндер түсіп кетті, оқитындар оқуды бастап кетті. Мен қалып кеттім. Сонымен не істеймін? Жұмыс керек. Сөйтіп жұмыс керек деп біреуге айтамын, өзің сияқты шустрый біреу. Осындай жерге баршы деді, ертең таңертең 10-да деді. Сосын нормальный киініп ал деді. Мен нормальный киіммен тұрғанмын, осылай барсам болады. Жоқ, нормальный киініп алсай деді. Ол нормальный киініп алай. Сөйтіп ақ көйлек қара шалбар киіп алдым да, мен нормально ғой дедім да. Жаңа жерге барсам бір орыс жігіт, ана Волк с Уолл-стрит бар ғой, сода бүйтіп айтады, кәдімгідей вы должны нәрсе. Сондай анау кәдімгідей алдарыңа қағаз қойдым дейді. Бәріміз алдымыз қағаз, ручка тұр. Соны толтырыңдар дейді. Сұрақтарына жауап беріңдер дейді. Мен не сұрақ, қиын сұрақ па, жауап бере алмай қалмайын ба деп қарасам, қанша айлық алғың келеді, қандай үйде өмір сүргің келеді. Сондай сұрақтар екен ше. Мә деп ол кезде сөйтіп андай өзімнен өзім былай перешагнул дейді ғой. Аттап өзім 40 мың деп жаздым ана жерге. Ол жылдар ғой ол. 40 мың деп жаздым. Қандай үйде тұрғың келеді деген кезде. Сөйтіп коттедж деп. Дәу деп жазып қойса. Через А ше. Сөйтіп жаздым бәрін. Сөйтіп бәрінікін оқып жатты. Қасымда қыз ұялмай 60 мың деп жазып отырған. Аппетитім мощный. Сөйтіп, короче, бәрімізді жинап алып, негізі мына жерде дұрыс жауап, болмаса дұрыс емес жауап деген жоқ. Өздеріңе байланыстының бәрі дейді, ақша табатындар. Дайынсыңдар ма дейді. Бүгін сендерге испытательный день, дайынсыңдар ма деді. Иә, дайынбыз деді. Все, кеттік онда деді, қағаз тастап дегенде. Кетті, бәрі шығып баратыр. Қайда баратыр? Неге баратыр? Білмеймін енді. 17-те ғой енді. Артынан кетіп жаңағынан. Сөйтті да бір кабинетке кірді да, біраз кітап тарап шықты сөйтті да. Міне.
міне бәріміз кеттік. О қыз бәріміз осылай ұстап тұрды. Өзі бір рюкзакты ашты, үлкен рюкзак, ананың ішіне Нұрсұлтан Жақсыген сияқты ше. Біраз кітаптарды салды да, сөйтіп арқасына не болды, кітапхана тонадық десе. сөйтті да, короче, кеттік деді. Қазір мен не істеймін, бәрін жаттаңдар дейді. Осылай офистер болады ғой. Кіреді да, сөйтіп тұрады да, күшті күліп амандасып, осындай кітап керек емес па сендерге? Сізге, мысалы, мынау асхана туралы кітап, сізге үйіңіз бар ма? Үй жинайтын туралы кітап. Сосын мына жақта бір кісі отыр ма, сіз бау-бақшаға қызығатын шығарсыз деп, сондай кітаптар шығарып бәріне берді да, содан кейін ағашки по вызову 2 дегенге біз сол сцена қойдық, қостық соны ше, өмірден шығарып. Осындай жұмыс па дедім мен. Сөйтіп тұрды, қой мен мынаны істемеймін деді. Я вот это беру, я вот это беру. Достарды естіп қалдым да, мә деп. Аналар сразу ақшасын төлеп алып жатыр да. Мә, значит, нормально дедім. Екінші жерге кірдік, қу жүрді. Оқтап ұрысып тұрып ше, ағанеттеп ше. Соны үшінші жерге бардық, обед болды ғой. Мен өзім алып беремін обед деді. Бәріміз обед ішіп алдық. Сосын обедтен кейін енді қайтайын дедім же. Сөйттім да, ладно дедім, мен кеттім дедім, жаңа орысқа мейлі деп. Кеттім. Содан кейін стройкаға жұмысқа тұрдым. 2-3 күн істеп, сөйтіп бір күні обедтің кезінде үй жаққа қарай бар жатсам, класстасым кетіп бара жатыр менің ше. Сұранда рюкзак ұстап алған. Сөйтіп кетіп бара жатыр да, ей дедім, қалайсың деп ше. Алдымда анау жаңағы жігіт жол бастап бара жатыр, басқа адамдар да уже ше. Менің потогымнан ешкім жоқ. Кетіп бара жатыр. Мен айтамын, бармауға сен білмейсің оны, таста деп. Сөйтіп тұрды да, анау тоқташы деді да, кәдімгідей ше. Ана күте тұршы деп, сөйтіп маған келді да, класстасым. Сен білмейсің, ертең мен айына 60 мың табатын боламын. Деді да, кейін ол да кетіпті ғой. Шын өмірде болған оқиға. Бұрынғы сетевой ғой, я сондай. Иә, кітап сатады, ол жерде сондай бір қырғын, бір Әуезовті, Сәбит Мұқамды сатып ешкім жоқ енді. Сондай кітаптар ғой. Иә, андай. Сондай 2 рет па, 3 рет па стажировкада болғанмын, сетевой маркетингтің баян студент кезімде. Бірінші күні барып, ана сөйлеткізбейді ғана адамдар, страшно ғой. 12-де дейді да, өздері сөйлейтін адам 3 минут кешігіп кіреді ғой обязательно. Внимание уже. Тұру керек дейді ғой. Асығып келеді да, кешіріңіз, бір нәрсе дейді да. Мен военныйда істедім, бір нәрсе айлық үйім жоқ, бірдеңе үстіне шығып кеттім, рисковать еттім, қазір осынша табамын деп әңгіме періп жатыр да, бір здоровый бір кісі. Мықты енді әңгімесі бай енді қазір өзі ше. Деп партада отырып қой енді, бәріміз үлкен кемпірлермен отырмын еще. Сонымен деп қараймын, туфли мұжлық. Бай сөйтеді да, сұрақ қойдыртпайды ғой, оған келесі адам жауап береді, бір нәрсе шығып кетеді. Отырмыз сөйтіп, екінші адам кіреді, ол басқасын түсіндіреді. Ертең келесіңдер деді. Ертесі келем, тағы да барам, сонда да үміт қой енді. Мен оператор, қазақ оператор деп шақырған ғой, не мен? Көшеде ілініп тұратын енді, қазақ операторларға. Қазақша сөйлейтін операторларға. Сөйтіп мен сұраймын, мынау сетевой ғой, деп, ана бір қыздан ше, жоқ, мынау дейді. Соны мен не істеймін десем, телефонға жауап беріп отырасың. Болды, отырмын. Үшінші күні ғой, жауапты үшінші күні беретін болды олар. Не жұмыс екен. Сөйтіп, үшінші күні әңгімені айтып отыр, тағы миллионердің әңгімесі сөйтеді да. Бастайды. Сендер тістерің жуғанда қалай жуасыңдар, пастан қайып шығасыңдар, щеткаға істейсіңдер ма, или деп істейсіңдер ма дейді. Ондай да тәсіл бар ма? Иә, мен сөйтіп істеймін. Білмейді екенмін. Щеткаға істейсіңдер ма сендер? Мен аламын да, деп аузыма өзім мөлшерін аламын да, орға беремін. Мен салам. Сендер рекламадан көргенсіңдер ғой оны. Сөйтіп, үшінші күні айтып жатыр да, сондай сұрақтар басталды да, не айтып жатырмын деп. Бірақта сендер пастыны білмейсіңдер дейді. Пастының түбінде қызыл свет тұрады дейді, и жасыл свет тұрады. Қызыл свет ол химиясы көп дейді. Жасыл болса ол табиғи дейді. Сөйтеді да, ол екеуі де зиян. Біздің компания дейді, зұңғи бастап шығарды. Мен сондай нәрсе күтіп едім. Басқаша бір зұңғи бастады еще. Бля деп отырмын. Не істеп отырмын деп.
еще апалар күшті бір нәрсе аламыз деп жатыр да. Ол біреуі қымбат басты ол. Соны еще бәленбай мың теңгеге сатып алу керек екенсің бір жұмысқа кіру үшін. 60 мың кіреді, сондайға сатып аласың оны. Сосын өзің сатасың ба бір нәрсесі бар. Ол 60 мың теңге тұрған 60 теңге жоқ қой. 3 күн тупо отырып бергем. Менде де болған 3 бала болмай кетті ғой, ештеңе жоқ, жұмыс істеу керек, ақша табу керек. Соңында жаңағыдай интернеттен іздейтін болып кетті, сондай OLX-тан жұмыс іздейтіндер нәрсе. Күніне 10 мың теңге деген көрдік. Бопты, бірінші звондадық, саламатсыздар ма? Күніне 10 мың теңге ғой, иә, келіңіздер сөйлесейік бірінші. Жоқ, андай бірдеңе сататын маркетинг бірдеңе емес пе? Жоқ, келе беріңіздер, кәдімгі тұрақта жұмыс сияқты. Болды, қайттан жазып, жолда кетіп бара 3 бала автобуспен Зеленый базар жаққа кеттік қой. Сабақтан шығып. Жолда жазып, андай емес қой деп қайттан бір досымдағы жазғызам ғой. Ондай емес. Просто қиналмай-ақ қой. Қалай еді? Қазір барған күнде сендер андай айтатын болсаңдар, әңгімелерін тыңдамаймыз, кетіп қаламыз, маркетинг бірдеңе болса деген. Сондай түсіндіріп келе жатырық та. Жоқ, келіңіздерші деді. Күтіп алып кіргізді, 2-ші этажға әкелді. Işte да, қазір сіздермен біреу сөйлеседі деді. Сөйтетін еді. Біреу келді да. Біреу алып келеді, екіншісі сөйлеседі. Келді да. Мынандай Avon деген нәрселер сатасың да. Сонша сұрағанбыз ғой, бірақ сататын емес, кәдімгі жұмыс істеп, сол күні ақшасын алып кететін нәрсе тауып беріңізші деп ше. Сөйтесіздер ғой деп шақырып. Avon деген не сатасыздар деп соны. Кетейін десек ұялып тұр, қандай қылып тұр да. Түсініп тұрмын, не істеп тұрған жоқсыз, бірақ сіз көріңіз, мына жерден қанша ақша табатыныңызды деп ше. Просто жарты сағат тыңдап беріп отырып қайтқанбыз. Баяғыда мен базарда істеп жүрген кезде әйелдер көп жүретін еді, сондай журнал ұстап алып. Avon, Mary Kay иіскеп таңдап алатын еді қой дейді. Сөйтіп мен бірінші курсымнан кейін екінші курсқа өтетін кезімде ойдым. Velocity дейтін не сатып алдым. 10 мың теңге ма, 11 мың теңге ма? Ұзын одеколон ғой еще. 100 миллилитр ма ана? Оригинал дейді ғой. Ана иісі күшті болып көрінді ма? Сепкім келіп жүр ма? Просто ауылда сепкеннен вариант жоқ та, тупо сеп алып шыққан ше. Оқуға кетеді, бір 2 аптама бар енді. Алып кеттім өзімен бір общагаға келіп, общагада екеуі жатыр. Сондай комнатада Мұзафар да бар, Медет те бар ғой. И тупо 3 велосипед тұрып бір комнатада. Солар бар ғой. Нелер, Mary Kay, Oriflame дегендердің негізі түпнұсқа оригиналдары бар ма? Әлде бірден осы ғана ма? Мысалы арзан ғой, мысалы 7 мың теңгеге парфюм аласың бана. Velocity қазір. Оригинал болғанда мен білмейді екенмін бірінші. Подделка ма, сол оригинал емес пе, түсінбеймін да. Подделка сияқты ма? Негізі любой нәрсені подделать етуге болады. Ол бір көрген шығарсыңдар, не бір самопал арақтарды қолдан жасайтын деген сияқты. Мойындаймын, кезінде мен үйден арақ саттым. Үйдегілер сатты, енді менде қолым қан. Сонда андай спиртпен суды араластырып бұрын сондай болды. Сондай кезеңдер ауылдарда. Бұрын тойларда сөйтетін еді ғой. Басында әдемі арақ. Кішкентайымда еститін. Бірінші неде кәдімгі арақ қояды да, одан фляктан спиртпен айдай береді. Оны дұрыс деп ойлаймын десең де, өйткені аналарға уже бәрібір уже ішіне не қылмайды қақ қойды. Сондай оған оригинал емесін білмедім, олар өзі сондай компания емес, өзінің товарлары сондай. Может, біреу соның бір несін жасаған шығар. Алкоголь. Көрмеппін да, Velocity деген кәдімгі 10 мың ба болды, одан артық қандай. Басқа жерде, мына жерде 122 мың ғой, оригинал деп естімегем да. Оригинал сол болып тұр ғой, значит, да. Сондай болып тұр ғой. Журналын қарасаң қымбат сияқты ғой. Деп тұрады. Товар арзан. Әлі бар екен мынандайлар. Төке аласың ба дейтін ше. Өткенде фотосессияға шығып бара жаттық та, жолда неге Магнумның несіне парковкасына тоқтағанбыз ғой. Сөйтіп шығып жатсам, біреу маған келе жатыр да. Мен ойладым, там амандасып кетейін деп, там бір нәрсе деп. Сондай деп
мен де соған қарай жақындап келсем келді де өйтіп баштады сен духи не дейсің деп ойбай жоқ біз дубайда көрдік осы духи дейтін жалпы андай сатып алатын болды біздің ғани ше сен жанымыздан андай осындай кішкентай бір неде сатып тұрады иісін көрейін десең кәдімгі пыршылдатып үстіңе шашып тастайды ғой короче мә мынау қалай отыр мынаны көрейік десең оны шашып тастайды үстіңе үш төртеуін шашып тастайды ана олардың үстінен андай иіс шығып жүретіні содан екен да негізі көбісі қатты себеді ғой тірлерін себеді ғой орында пыршылдатып тесіп жіберетіндер бар өте тәтті сол кезде көргенмін мен духи туралы мынандай бір қызық білмеймін маған қызық кәсіби қой қызық емес деп жүрмеңдер мынандай болады мына жұмыс істеп жатасың бәрі жақсы жүріп жатады ғой соны бір нәрсемен белгілеп мындай скрепмен белгілеп қойғандай сөйтіп белгілеп есте қалатындай қылып істеп қою керек дейді да заякорить дейді да бағана айтқан якорь тастау керек та мысалы и былтырғы жыл мен үшін қаржылай өте жақсы жыл болды біраз жұмыстар жасадық жаңағы мынадан қарыз алып кетемін бәріне бүйтіп шығып бір түйір қарызым жоқ қазір енді тфәй сондай кез болды сосын маған әйелім айтты осындай нәрсе бар деді заякорить дейтін нәрсе бар дейді давай осыны зафиксируем деді да давай саған бір жақсы духи алайық деді сосын мен өмірімде андай қымбат духи не көрмегенмін сыйлаған енді оны да әйелім сыйлаған жаңағы бір нәрселерді бірақ қалай болады екен ол деп өзім қимай тұрмын жоқ болмасын дейді да өзің қимау деген болмасын деп сонымен есентайдан барып бір нәрсе алайық дейді ана сакс бар ғой соған бардық и мен ол жерге вообще кірмегенмін ғой ана жер дольче габбана гуччи мен үшін олар стена да просто жанынан өтіп кетемін да бүйтіп қарап өтіп кете саласың ғой ішінде не бар даже үңіліп көрмегенмін да сөйтіп соның ішіне кірсем бәрі біз сияқты қарапайым адамдар екен ешқандай несі жоқ екен сосын андай менде не болмасын дедім да бір білініп қалмасын дедім де енді бірінші рет келіп тұрғаным қазір сүрініп құламайын деп ше андай сөйтіп тұрдым да сосын бір жағынан ойлап қоямын онда тұрған не бар деп ше онда тұрған не бар деп сөйттім да короче сатушыға бардым да айттым мен дедім базарда жүрген адаммын бірінші рет келіп тұрмын мына жерге не бар дедім жігіттерге сөйтіп осындай деп шығарып аналарды күліп нетіп кейін бүйтіп ойлап қалсам дұрыс істеппін деп ше өзімді өзім қинамай бір притворять етпей ақ бір табысты біреу болуға тырыспай ақ кәдімгідей мен осындай бірінші рет келіп тұрмын дедім сосын олар болды деді онда мынандай варианттар бар деп ең арзаны қайсысы ең қымбаты қайсысы не нәрсе шығады ол қанша иісін көрсеңізші бірінші жоқ қанша айтсайшы сөйтіп короче бір иіс таңдап сөйтіп якорь еткенмін еще ана иіс таңдағанда да кішкене адамның темпераментін характерін кішкене өзі таба алады дейтін бір әңгіме бар екен мен оны кейін естідім мен ана нені таңдадым диордың саважын джонни деп реклама жасаған ше ол андай екен кішкене сәл бір конфликтный адамдардың андай бір мінезі бар бір сондай екен оның алдында маған андай бір екі нелерді ұсынған андай кішкене нежнятиналарды ше мен ондай емеспін ғой енді кішкене шашым боялғанмен мен андай немін ерегісіп кете беремін сразу ше сөйтіп соны таңдап соны айтады значит осындай деп адам өзі табады екен дейді да иісін сондай бір оқиға болған есіме түскеннен кейін айтып отырмын қызық па қызық бұл жоқ мен ұнамай қалады ма деп абайлап айтып отырғанмын менде де айтыңыз андай кішкентай әңгіме ғой андай здоровый қара киініп жүретіндердің үстінен холодный иіс шығып барады көбіне солар тауып алғандар ма сонда сондай шығар или просто сен солай сезінесің здоровый адамдардың жаңағы мысы басып тұрады сол мыстың иісі сол жақсы әңгіме болды өткенде біз бағана басында айттық қой біз екінші рет жазып отырық деп сағат біз жазып отырған 2:30 болыпты 2:30 түнгі 2:30 кішкене түріміз шаршап жатқан сияқты сәл осы жерден аяқтайық
өткен шығарылымда бір кітап сыйлағам, тағы екі кітап сыйлайын біреуін мен сендерге. алайыншы бола ма? Бірінші том мен екінші том. Иә, Виктор Гюго аласталғандар 2 томы біздің достарымыз фолиант. Бірінші том екеуміз бір үйдеміз ғой. Ана шықпай қалған шығарылымда не алып едіңдер? Кімнің кітабын алып едіңдер? Ол кезде жалға сен алдың. Орхан Памуктың кітабы. Орхан Памук. Иә, күшті классиктер. Өте тамаша. Иә. Шақырғаныңызға рахмет біріншіден. Сол, иә. Енді мынаның дыбысын көреміз, болмай қалса тағы шақырамыз. Қайтып келе береміз. до конца. Иә. Біз айтып қояйық, басқа да шығарылымда түсірдік, бірақ бірінші Байгайсты шығарайық деп отырық, содан кейін әрі қарай қалғандары шыға береді. Сол жігіттер рахмет көп. Бұл жақсы болса, кейін тағы да отырып, сериалдан шыққаннан кейін тағы да бір кездесейік. Осындай әңгіме айту керек екен ғой бізге, иә, отырып, жеңіл. Ауыл жайлы ше. Ауыл жайлы. Сәл артқа қайтып. Әдемі. Арасында алдыға бір шығып қойып, болашақта не болатын жайлы. Иә. Охота жайлы. Жақсы. Қыздар. Күшті әңгіме болды. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Сериалдарыңды аман есен жақсы түсіріп алыңдар. Бәрі сәтті өтсін. Шын жүректен тілектеспін. Рахмет.